Әрқайсымыздың басымызда арман, мақсат, жоспар өзімізбен бірге өмір сүреді. Ойымызда өмір сүргенмен шынайылықта қол жетімсіз. Тек санаулыларға ғана өздігінен бұйыратын сәттер болады. Көпшілігіміз оларға қарай қадам баспасақ, не жете алмаймыз, не кете алмаймыз. Ең қиын да осы ғой. Дұрыс әрі нақты қадамдар жасау. Кей күндері тіпті арманның қанша ғажап болса да, оған қарай аяқ басқың келмей қалады. Мақсат қандай биік болса да, қанатың қырқылып, ұшып барарыңа сенбей, салың суға кетеді. Бәріне кінәлі енжарлық, ештеңеге зауқыңның болмауы. Бұдан қалай құтылуға болады? Ән сал. Күлкі күн сәулесімен таза ауа секілді. Ән айтуда көңіл күйді көтеріп, бізді жақсы сезінуге мәжбүр етеді. Ол эндорфиндердің ағзаға шығуын тудырады. Бұл ауру мен стресспен күресуге көмектеседі. Елестет, сәттілікті, жеңісті елестету оған жетудің маңызды құралы. Қалағаныңа қарай жететініңді елестет. Бұл мақсатқа жақындататын қадамдарды көруге көмектеседі, әрі белсенді әрекет етуге бағыттайды. Мақсатыңды дұрыс жеткіз. Егер мен тұрмысқа шықсам, немесе үйленсем, егер менің жалақымды көтерсе дегеннің орнына, тұрмысқа шыққан кезімде, жалақымды көтерген кезде деп айтқан жөн. Мұндай аффирмативті сөздер тек мүмкіндікті емес, қалаған нәрсеңнің нақты орындалуы әбден мүмкін екенін көруге мүмкіндік береді. Жапсырмалар мен стикерлер қолдан. Орындалуы оңай, кішігірім жоспар құрып, оған жетудің жолдарын анықта. Мұны арнайы қағазға жазып, сызба, карта түрінде түсірген абзал. Сосын сол қадамдарды жасай отырып, көздеген мақсатыңа жет. Әр қадамды жеңген сайын жазбадағы тапсырманың тұсына көңілді стикер жапсыр. Бұл ешқандай әрекетсіз емес екеніңді, соңғы нәтижеге жақындап келе жатқаныңды көрсетеді. Мақсаттар күнделігін жүргіз. Карта жасау сияқты мақсаттарды жазу да жетістіктерді бақылауға және тапсырмаларға жауапкершілікпен қарауға көмектеседі. Өзіңді шабыттандыратын дәйек сөздермен қорша. Қандай да бір шабыттандыратын нәрсені оқысаң, не көрсең, сол орныңда қалып қою қиын. Тез орныңнан тұрып, бірден әрекетке көшкің келеді. Сондықтан мотивацияға толы кітап, фильм, ән, дәйек сөздер ең жақсы қамшылаушы құрал. Олар арман мақсаттарыңды еске салып, алға ұмтылуға күш береді. Жаныңа қайсысы жағады, соны жаса. Ал бұлардың да бірін істегің келмесе, онда жай ғана ештеңе ойламастан жат. Отыр, тұр. Оның өзі бір әрекет. Дәл қазір қажеті сол екенін сезсең, кейінге қалдырма.